Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі сабақтың тақырыбы реляциялық деректер қоры Big Data. Сабақтың мақсаты реляциялық деректер қоры, атрибут, картаж түсініктері, деректер қорының арасындағы реляциялық байланыс, Big Data түсінігі және Big Datаны пайдалану. Сабақтың бағалау критерийлері: сабаққа қатысу 10 балл, өз пікірін білдіру 20 балл, үй тапсырмасын уақытылы өткізу 20 балл, сабақтағы белсенділік 20 баллмен есептеледі және ғылыми көзқарасын білдіру 10 балл, материалды толық меңгеруі 20 балл. Естеріңе түсіріңдер. Өткен тақырып бойынша деректер қоры дегеніміз не? Деректер қорының классификациясы және оларға анықтама беріңіз. Өріс дегеніміз не? Жазба дегеніміз не? Және кестенің кілті деп қай өрісті атаймыз? Келесі vocabulary, яғни сөздік, деректер қоры және кілт сөздерінің орысша және ағылшынша аудармасы. Реляциялық деректер қоры. Microsoft Access программасын реляциялық деректер қорын басқару жүйесіне жатқызуға болады. Реляциялық деректер қоры моделін 1970 жылы американдық математик Эдгар Франк Кот ұсынған болатын. Реляциялық деректер қорының моделінде қарым-қатынас түсінігі жатады. Эдгар Кот бұл терминді кесте ұғымының синонимі ретінде енгізді. Бұл жерде қарым-қатынас белгілі бір объектіге бағытталған. Өз кезегінде объект атрибуттар жиынтығымен сипатталады, ал атрибуттар мәндермен сипатталады. Кестенің бағаны атрибутқа сәйкес келсе, кесте қатарын картаж деп атаймыз. Көптеген деректер қоры кестелік құрылымда болады. Кестелік құрылымда берілгендердің адрестері жол мен бағаның қиылысуымен анықталады. Кестелердегі әрбір өріс оның тақырыбына сәйкес болатын жеке деректерден тұрады. Әртүрлі кестелердегі деректерді байланыстыру үшін әрбір кестеде әрбір жазбаның өзіндік жеке мәнін бере алатын өріс не өрістер жиынтығы болуы тиіс. Мұндай өріс не өрістер жиынтығын негізгі кілт деп атайды. Мысалға, екі кестені қарастырайық. Оқушы кестесі және пән кестесі. Оқушы кестесінде өрістер ID және аты, ал пән кестесінде ID, пәні және бағасы өрістері көрсетілген. Екі кестеде де ID арқылы байланыс бола алады. Екі кестеде де ID басты кілт. Кесте компоненттері. Әрбір кестеде бірнеше компонент болады. Атрибут бағаны атауы. Мысалы, бірінші кестеде ID және аты бұл атрибуттар. Ал картаж бір қатардағы ақпарат. Яғни бұл кестеде 3 картаж бар. Бір арман, 2 сәуле, 3 Марат. Картаж бір объектіні белгілейді, ал атрибут объектінің бір сипаттамасын көрсетеді. Кестеде 2 бірдей картаж болмауы керек. Келесі слайдта біз сіздермен Access бағдарламасында кесте құруды қарастырамыз. Тәжірибелік жұмыс. Біз сіздермен Access бағдарламасында кесте құратын боламыз. Ол үшін создание батырмасын басып, осы жерден конструктор таблицы таңдаймыз. Және сіздер көріп отырғандай, бізде Access бағдарламасында кесте ашылды. Имя поле, яғни өріс атауы, тип данных дегеніміз мәліметтер типі. Бірінші өріске код деген жазуды жазылайық. Және бұл жерден тип данныхқа яғни мәліметтер типіне текстовый, яғни мәтіндікті таңдайық. Келесі
тұтынушы коды деп жазамыз және мәліметтер типін тағы да текстовойды таңдаймыз. Келесі тұтынушы және текстовой таңдаймыз да мекен жайы тағы текстовой таңдаймыз. Келесі енді осы кестемізді сақтау үшін таблица батырмасынан басамыз, оң жақ батырманы басып сохранить. Яғни кестеге ат беруіміз керек, кесте деп ат жазамыз. Окей. Енді мына жерде кестені жауып, мына жақтан ашатын болсақ, бізде кестеміз ашылады. Енді осы жерде кестеге мәндерін жазамыз. Яғни бірінші код тұтынушы кодына АА деген белгі қояйық. Тұтынушыға бірінші тұтынушы және мекен жайына, мысалға достық көшесі деп алайық. Көшесі номер 25. Келесі жазба АБ деп алсақ, екінші тұтынушы, яғни келесі мысалы республика көшесі, мысалы номер 8. Келесі жазбамыз, тағы бір жазба жазайық. АЦ, яғни үшінші тұтынушы, Бәйтерек көшесі, номер 4. Енді осы кестемізде сіздер көріп отырғандай тұтынушы коды деген баған, бұл бізде атрибут болып саналады, және де бұл бізде басты кіл. Жолдар, яғни жазбалар, бұл біз тәжірибелік жұмыс. Келесі Big Data ұғымын қарастырайық. Big Data сөзі тура аударғанда үлкен деректер дегенді білдіреді. Үлкен деректер термині деректердің үлкен көлемін басқаруға және талдауға қатысты деп болжауға болады. Big Data термині қысқа уақыт ішінде алуан түрлі ауқымды, құнды деректерді жинау дегенді білдіреді. Сонымен Big Dataға үлкен деректер қорын жатқызуға болады. Big Data артықшылықтарын қарастырып өтейік. Әртүрлі көздерден деректерді жинау, нақты уақытта талдау арқылы бизнес процестерін жақсарту, үлкен көлемді деректерді сақтау, инсайттар, Big Data құрылымдалған және жартылай құрылымдалған деректердің көмегімен жасырын ақпаратқа аса бай. Үлкен деректер тәуекелді азайтуға және қолайлы тәуекел талдаушының арқасында дұрыс шешімдер қабылдауға көмектеседі. Келесіде Big Dataның қиыншылықтары, деректердің құпиялылығы. Big Data біздің жеке өміріміз туралы көптеген ақпаратты қамтиды. Оның құпиялылығын сақтауға толық құқығымыз бар. Деректерді қорғау, егер белгілі бір мақсат үшін біздің деректеріміз бөгде жандардың қолында болса, осы деректеріміздің сақталуы мен қауіпсіздігіне сенімді бола аламыз ба? Үйге тапсырма, бақылау сұрақтары. Big Data деген не? Big Dataның негізгі сипаттамалары қандай? Big Data қайда қолданылады? Біздің өмірімізде Big Data мәні қаншалықты маңызды? Неліктен Big Datаны қолдану тез дамып келеді?
Не себепті өзіміз туралы деректердің сақталуы мен қауіпсіздігіне толық сенімді емеспіз? Деректер қорын басқару жүйесі не үшін қажет? Неліктен реляциялық деректер қоры кестелермен тығыз байланысты? Атрибут дегеніміз не және картеш дегеніміз не? Рефлексия, яғни кері байланыс. Балалар, бүгінгі сабақта не үйрендім, не білдім және не түсіндім? Осы сұрақтарға жауап беріңіздер. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.